Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. ТВК телеарнасында 13-ші регион бағдарламасы студияда сіздермен бірге мен Айзбек Өткелбаев. Бүгін біз сіздерге қаламызда демалыс күндері орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндайтын боламыз. Жаяу жүргіншіге жол берем деп жазатайым жағдайға тап болды. Оқыс оқиға Темірлан тас жолы Мешіт аялдамасының маңында орын алды. Жолдан өтіп бара жатқан адамды күтіп тұрған Hyundai Santa Fe көлігіне Audi темір тұлпар соқтығысты. Жол көлік апаты түнгі сағат 12-лер шамасында Темірлан тас жолы бойында орын алған. Hyundai Santa Fe көлігінің жүргізушісі жол ережесін бұзбай жаяу жүргіншіні өткізіп тұрған сәтте кенеттен артынан Audi автокөлігі соқтығысқан. Қуанышқа орай бұл көлік апатында зардап шеккендер жоқ. Оқиға орнына келген жол-патрульдік полиция тобының қызметкерлері анықтау жұмыстарын жүргізіп, бұл оқиғада кінәлі жүргізушіні іздестіру жұмыстарын бастады. Неміс көлігінің жүргізушісінің айтуы бойынша апат қас қағым сәтте орын алған. Келаттым алдында тоқтап қалды, соны байқамадым. Пешеход деген білесіз бе бұл жерде? Білемін. Қанша жылдан түспеген шыққан едіңіз? Қандай жылдан түспеген? Точно білмеймін. Алпыс. Сол шамалы. Жол ережесін өріскел бұзған жүргізуші анықталған сәтте әкімшілік хаттамадан бөлек көліктерге келтірілген материалдық шығынды өтеуіне тура келеді. Дәмханаға кірмекші болған ер азамат жанжал шығарды. Араққа тойып алған ер кісі дәмхананың есігін теуіп демалып отырғандардың мазасын алған. Жай сөзге түсінбеген жанжалқорды тоқтату үшін әкімшілік полиция тобының қызметкерлерін шақыртуға тура келді. Мына ер азамат мас халде болғанына қарамастан ары қарай дәмханада ішімдік ішкісі келіп, көңілін көтергісі келген. Алайда дәмхананың әкімшісі мен күзет агенттігінің қызметкерлері мас азаматты кіргізуге қарсылық білдіріп, дәмханадан шығарып жіберген. Вы да позвонили? Да, я позвонил. Я администратор там. Я позвонил. Ал азаматтың ойынша дәмханаға келушілер қандай халде болмасын кіруге рұқсаты бар деп атап өтті. Оған қоса сол сәтте өзінің наразылығын білдірді. Алайда ер кісі ішімдікке тойып алғандықтан көңіл көтеру орталығына кірген уақытта бұл оқиға немен аяқталатыны кім білсін. Человек решил, что я не могу войти в этот кафе, потому что он решил, что он как-то не может меня запустить, потому что я по каким-то его принципам не могу войти. Оқиға орнына келген жол-патрульдік полиция тобының қызметкерлері жанжалды шығарған азаматты медициналық айықтырғышқа жеткізуге тура келді. Караоке барға осы жердің күзетшілері кіргізбеді. Кіргізбеу себебі ішке кіріп, столда дұрыс отыра алмай, столдарды құлатқанды. Сол себептен сыртқа шығарып жіберген. Күзетке хабарласты, шамасынан тыс алкоголь ішкен себептен уақытша бейімдеу және ұстандыру орталығына күзетке хабарласқан азаматты. Қаламызда алаяқ құрықтауды, саудагерлікпен айналысып жүрген азаматтардан күдікті қомақты сомадағы тауарлар алып, көршілес Өзбекстан мемлекетінде ақшасын қайтармай қашып жүрген. Бірақ ол көп бармай ақыр ұсталды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Мына екі азаматша күдікті азаматшаның кесірінен қомақты сомаға зардап шеккен. Зардап шегушілердің айтуынша тауарды алып берем деген азаматшаға олар ақшасын берген. Алайда ақырында не ақша жоқ, не тауар келмеген. Соңынша клиент шығып тұр деп, енді білмеймін, мен қалай сеніп қалғанын білмеймін, онда өзіңіз жүріңіз. Ақшасын санап аласыз, көз алдыңызда үйдесіз, просто үстінен қалған ақшаны үшке бөліп аламыз, сөйтіп жұмыс істейміз. Алдап кетпейсіңдер ма? Жоқ, алдамаймыз. Біз постоянно істейміз қоямыз, сізбен істесеңіз, біз құда қаласа деп сөйтті. Алайда күдікті азаматша сәл уақыт болғанында мәселені шешілетінін айтып өтті. Ұсталған азаматшаның айтуынша тауар шекарада тұрып қалғандықтан уақытылы бермегендігін ескерді. Бұлармен қырылысып отыр, маған балжан звондап жатыр. Вообще, сондай, вот можете проверить даже. Вообще, сондай, отыр, білем, түсініп жатырмыз. Айтыңшы, Гүлмираға, түсіндіріңші. Білем, сіз бізді жердің астыдан тауып аласыз, отыр сізден. Ертең барам алдыңызға бір нәрсені решать қыламыз. Я бы их на ноги подняла бы всех.
шешіп берер еді. Қазіргі таңда Абай полиция бөлімінің қызметкерлері анықтау жұмыстарын жүргізуде. Егерде азаматшаның кінәсі толық мойындалса, онда қылмыстық істің қозғалуы әбден мүмкін. Бағдарламаға берілген уақытта аяқталды. Ал мен тек сіздерге бағдарлама ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі мен әкімшілік полиция басқармасының көмегімен әзірленгенін естеріңізге салғым келеді. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Азизбек Өткелбаев.